Балабақшаға жолдама беруді автоматтандыру бойынша әдістемелік нұсқаулыққа өзгерістер енгізілді. Бұдан былай балабақша кезегіндегі орныңыздан айырылып қалғыңыз келмесе, жыл сайын бір мәрте қыркүйек айының 1-іне дейін кезекті жаңартып отыруыңыз қажет. Бұл өзгерістер әсіресе ата-аналардың назар аударатын жерлері, бұл өзгерістерде олардың кезекте тұрғандығын бекітуіне байланысты. Ол кезекті мен сақтап қаламын десе, жылына бір рет кіріп сайтқа мен осы кезекте тұрмын, маған осы орын керек деп қосымша бекіту түймесін басады. Қайта бекіту түймесін басу әрбір жылдың 1 қазанына дейін жүзеге асады. Егерде азамат осы көрсетілген мерзімге дейін балабақша кезегін қайта бекітпесе, онда аталмыш жүйеден ата-ананың көрсетілген телефон нөміріне кезекті жаңарту қажеттігі туралы хабарлама жіберіледі. Егер ата-ана жолдаманы осы уақыт мерзімінде қабылдап алмаса, бұл орын кезекте тұрғандардың бәріне ортақ болмақ. Хабарламадан кейін жүйе бір ай күтеді. Бір ай күткеннен кейін де адам егер оған ешқандай да өзгеріс енгізбесе, 5 күннен кейін, яғни 5 қазанда тағы бір хабарлама келеді. Сіздің 5-ақ күніңіз қалды деген. 10 қазанға дейін бекітпесе, онда сіз бұл орынды алуға ынталы емессіз, яғни сіздің кезекте тұрған балаңыздың кезегі стоп параққа кетеді. Стоп парақта тұрады. Егер сіз содан кейін келіп стоп парақтан өз орныңызды алам десеңіз, онда сізге орын беруге ешкім кепілдеме бере алмайды. Кезекке қояды сізді, бірақ орын беруге кепілдеме алмайды. Бар орынға тұрасыз. Сондай-ақ мектепке дейінгі білім беру мекемесінде кезекте тұрған кез келген ата-ана өзінің байланыс нөмірін ауыстырған болса, өзгерістерден уақытында хабардар болу үшін жаңа телефон нөмірін қайта тіркеуі тиіс. Енді ата-аналарға біз қадағалап айтқымыз келеді. Осындай қиындықтар туындамау үшін сіз балаңызды кезекке қойған кезде өтініште көрсеткен ұялы телефоныңыздың нөмірін жаңартқан болатын болсаңыз, қалалық білім бөліміне келіп 102 кабинетте өзгеріс енгізуіңіз керек. Және де егер сіздер өтініштеріңізді үй телефонын берсеңіздер, немесе мүлдем телефон берсеңіздер, ол жерде де кішкене мазасызданып келіп, қалалық білім бөлімі 102 кабинетінде өзгерістер енгізуіңіз керек. Айта кететін тағы бір дүние, енді балабақшалардағы топтарды құрастыру олардың туған жылына байланысты болмақ. Министрліктің бұйрығына сәйкес, енді балабақшалардағы топтарды құрастыру оның туу жылына байланысты болады. Яғни календарлық жыл деп нақты айтылған. Егер де айтылатын болсақ, келесі жылға 3 жастағы балалардың тобы дейтін болсақ, ол балалар 16 жылдың 1 қыркүйегінен 31 желтоқсан арасында туған балалардың барлығы бір топқа кіреді. 3 жастағы топқа. Қазір балабақшалардағы бар топтарды ата-аналардың келісімімен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Біз оларды орын бар, қаншалықты орын бар, жоқ, соған байланысты ол орындарды қазір баланың туу жылына байланысты біз құрастырып жатырмыз. Өйткені болашақта баланың мектепке баруы да осы календарлық туу жылына байланысты болмақ. Басқармадағылардың пікірінше, бұл өзгеріс кезектің жылдам жылжуына мүмкіндік береді.